Білермендер аймағының тұрғыны боламын. Осы жерде тұрамыз неше жылдан бері. Мына біздің жолларымызды қайта құрып істеп атырыпты. Үкіметіміз міне жүдә жақсы болып қалды жолларымыз. Бұрын ар жағымызда кішкентай ғана тротуар бар еді. Мына жерлерім қараусыз қалып атырып еді. Енді жүдә жақсы болып атырыпты жолларымыз. Ава күнде сүйерлерден мына жаққа магазиндерге барамыз. Жүдә жақсы, тақыр, сұлу болып атырыпты. Енді бұданнан былай жақсы болып істелінеді деп ойлаймыз. Рахметтер айтамыз хакимиятымызға. Мен қазір мен өзім 23 жылдан бері осы жерде тұрамын. Содан бері бұл жерлер қараусыз еді. Мына асфальтқа дейін шығарып, біздің үйдің қасыларынан асфальтқа дейін шығатын жоллар істеп қойыпты. Бұрын батпақларға кіріп кететін ек, қара батпақ болып кететін ек. Көз бәхәр қыстың күндері батпақ болатын ек жолларымыз. Асфальтланып, мындай тротуарлар соғылып, жүдә жақсы неге келіп атырыпты әзір. Ilgari bu yerler bir qarovsiz yerler edi. Trotuar, esas yo'q edi. Biz ulkan yo'ldan yurатын edik. Qarovsiz edi. Mine prezidentimizning ayriqcha e'tibori bilan mahallalarimiz shunday go'zallikka aylanib atır. Cheksiz minnatdormiz-da. Her yer taslantısı, zatlar болып қалды. Үйлердің шыққан мусорларды әкеп тастап кететін болды. Allah su тазалағанмен бәрі оны алып кете алмайды. Жолдың бойларын жайлап жататыны рас. Бірақ қазір мынандай үкіметпен басшыларымыз мынандай істеп жатырды. Демалу орын істейміз деп жатырды. Болады, тазаланып жатырды. Демалу орны бар ма еді аймақта? Біздерде олма демалу орын деген болмаған. Істеп жатырды. Рахмет үкіметтеріміз, басшыларымызға. Істеп береміз. Балаларға, жас өспірімдері ойнап жүрген жерлеріне үлкен қайырқымыз жасап жатыр.